Хабарым жалғастырамыз. Қарағанды облысында 2021 жылға өнеркәсіпте 3% өсім жоспарланған. Кәсіпорын 200 мыңнан астам жұмыс орнын сақтауға мүмкіндік береді. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек онлайн режимінде өнеркәсіптердің жұмысын бағалау үшін ірі компаниялардың басшыларымен кездесті. Аймақ жетекшісіне өнеркәсіп алыптарының жоспарлары айтылды. 2020 жылы қиын жағдайларға қарамастан облыс кәсіпорындары тұрақты жұмыс істеді. Жыл қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімін өндіру 1,5% өсіммен 2,9 триллион теңгені құрап отыр. 2021 жылға 3,2% өсіммен 3 триллион теңге деңгейінде артады деп жоспарлануда. Металлургия, машина жасау, құрылыс индустриясы, химия өнеркәсібі және тағы басқа барлық негізгі салаларда өсім байқалады. Өңдеу өнеркәсібінде 3,5%-ға, тау-кен өнеркәсібінде 1% оң динамика күтілуде. Өндірістер озық технологиялармен жабдықталып, жылдық қуаттылықтарын арттыра түсуде. ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы бас директоры Бежунайр компанияның 2021 жылға барлық бөлімшелер бойынша 140 миллиард теңге сомасында инвестициялар жоспарланғанын хабарлады. Металлургия өндірісін жаңғыртуға жұмсалатын шығындар шамамен 77 миллиард теңгені құрауы тиіс. Комбинат болат өндірісін 14,2%-ға, яғни 3,8 миллион тоннаға дейін арттыруды жоспарлауда. Қазақмыс компаниясы өндірісті жаңғырту және кеңейту бойынша бірқатар жобаларды жүзеге асыруда. Компания биыл инвестицияны 96,3 миллиард теңгеге дейін 2 есеге ұлғайтуға уәде етуде. Мыс өндірісі 344,6 мың тонна көлемінде жоспарланған. Шайрем комбинаты акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Сергей Бартош 145 миллиард теңге болатын ірі жобаны жүзеге асыру аяқталуға жақын екенін жеткізді. Мұнда жылына 5 миллион тонна қорғасын мырыш кенін өңдейтін жаңа байыту фабрикасы салынуда. Роста численности. Концентрат өндірісі шамамен 650 мың тоннаны құрайды. Жаңа кәсіпорындарда 380 жұмыс орны ашылады. Барлық жабдықты монтаждау сәуір айында аяқталуы тиіс, ал мамыр айында өндірісті толық іске қосу жоспарлануда. Ал аймақтағы тағы бір алпауыт кешен IDD Corporation ферроқорытпа зауытында 4-ші пешіске қосылады. Бұл кәсіпорынның қуаттылығын жылына 240 мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ алтын алмас алтын өндіру фабрикасының толық қуаттылығына шығуы күтілуде. Причем неплохой опережающий темп просто. Өнеркәсіп ұжымдары штаттық режимде еңбек етуде. Өткен жылы қиын болды. Біз бірге қиындықтарды жеңіп, жаңа өмірлік ағымға қайта төселе алдық. Биыл өндірістік өсімді жалғастыру керек. Біздің облыста экономиканың 51% өнеркәсіпті құрайды. Біз әр кәсіпорынмен жан-жақты жұмыс істеуге және бізге байланысты барлық мәселелерді шешуге дайынбыз. Теміртаудағы техникалық газ өндіретін зауыт, Саран қаласындағы автобус зауыты да облыс экономикасы өсімінің драйвері болып тиіс. 2021 жыл кем дегенде 700 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарлануда. 1500 жұмыс орнын құрумен 13 жаңа өндіріс орны ашылады деп күтілуде. Мақсат Бейсенаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.